дамымай қалған сөйлемейді. Сол осы соңғы күндері қатты айқайлап жылайды, немесе қатты айқайлап күледі дейді. Сол өзі қорқып сондай. Сосын жақында бір кішкентай қызы дүниеге келді, ол да сонымен қосылып жылайтын болып қалды дейді. Сонымен не істерін білмей, жаңағы мешіттің имамына алып барса, оқыпты да, оқып, сонымен 10 күннен кейін қайтып кел деп жіберді, кішкене басылып дейді. Медицина жағына алып барайық десек, ол медицина ештеңе айта алмайды дейді. Осы жағдайда осы кісіге насихат. Сосын екінші сұрақ, бір үлкен ағамыз айтады, біздің ауылда тәжвид үйрететін бауырлар жоқ дейді. Соған мешітте бір кісі бар дейді, ол қандай адам екенін білмейміз, ипам ба білмейміз дейді, сол кісіден алсақ бола ма? Бірінші сұрақта біз білеміз, әр бір қандай бір ауру болса да, оның медицинада оның емі табылған болса да, табылмаған болса да, шар'i емделу әрдайым бар. Құран оқып, Құранмен дем салу өзіңе, Нәби саллаллаху алейхи вассаламның хадистерінде келген дуалармен өзіңе дем салу, ол врачтар емін тапқанда таппаған неге ауруға істетіле береді. Қазіргі күнде солай болып қалды бағанағы. Врачтар емін таппағандарға ғана дем салады қазір. Врачтар емін тапқандарға бірден бағанағы анальгинді ішіп алады да болды, ұмытады бағанағы. Ол жоқ, болмайды ол. Тісің аурама, басың аурама, аяғың аурама, көзің аурама, өзіңе дем сал. Ардайым. Себебі ең бірінші шифа бізге Құран, хадис. Денемізге де, жүрегімізге де, рухымызға да ең бірінші азға болатын, ем болатын нәрсе не ол? Шариғат, Құран, хадис бізге. Сонымен бірге тәжірибеде табылған, білінген анық емдерді қолдансаң, бола береді. Ол себептердің бірі. Содан бағанағы ауруға, бағанағы дәрігерлер оның емін табалмай жатқан ауру болатын болса, ол сөзсіз оған егер сол аурудың иесі өз ақылын білетін болса, жалпы жауап ретінде, өз ақылын білетін болса, ол білу керек ауруы, оның ауру болуы бағанағы нәрсеге амалдан артта қалдыру керек емес. Қолынан келген жақсы амалды істей беруге әрекет қылу керек. Намазы, дәреті бар басқа. Сонымен бірге өзіне дем салып, Аллах субханаху ва тағаладан өзіне шипа сұрайды. Біреуден дем салуды талап етуге асықпайды. Себебі біреуден дем салуға дем салып беруді талап ету, бұл есепсіз жәннатқа кіретін адамдардың есебінен шығарып қояды оны. Арам емес біреуден дем салуды талап ету, бірақ абзал сұрамаған. Өзі оқи алмаса, дем салан соншалық дәрежеде болатын болса, онда болады өзіне сұраса. Амма бағанағы жас балдар өзінің ақылын білмейтін дәрежеде болатын болса, ол балдарға ардайым азан кеш дуа қылып, дем салып жүрілсе жақсы. Алхамдулилля. Түсінікті ма? Ардайым дем салып, өзі дем салғаны жақсы. Әке-шешесі дем салғаны жақсы. Себебі әке-шешесі сөзсіз баласына жүрекпенен дуа қылуға әрекет қылады. Амма біреу, мен, сен бағанағы. Ол қанша жақсы көріп дуа қылғанымызбенен әке-шешесі сияқты бола алмаймыз. Түсінікті ме? Сол үшін солар өздері, адам өзіне дуа қылғаны, немесе әке-шешесі оған дуа қылғаны, жақын адамдар оған дуа қылғаны, жақсырақ бөтен адам оған дуа қылғанынан көре. Тек қана бір жақсылықта дуасы қабыл болады деген үміттенген бір салих адамдар болатын болса, ол жақсы, иншалла. Амма бағанағы тәжвид үйрену